адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ орта каналы видеоны басым жатып, сіздерден тек қолдау күтеміз. Біздің каналға жазылып лайк басуларыңызды сұраймыз достар. Барынша қолдап жіберіңіздер. Лайк. Енді видеоның шықпағанына көп болды. Өзіміз білесіздер, Атырау облысында біздер енді вақтылық жұмысқа шығып кеткен едім, сондықтан да қалып қойды. Оған ренжімейсіздер деп ойлаймын, сондықтан да аймақ қолдап жіберіңіздер. Кеше ғана өте қазақ футболында керемет тарихи күн болды. Керемет, бірақ енді бір командамыз өтпеді. Бұл ордабасы шымкенттік команда. Енді шымкенттен де қарайтын бауырларым бар, оларға да ассалаумағалейкум дейміз. Барлығымызды бөліп жармаймыз. Бұйырса көптеген командаларымыз шығатын болады. Енді сол қуанышпен керемет видеоны басып жатырмыз. Бүгін біздерде состав ойыншылар алатын боламыз, составтарды, пактарды деген сияқты кішігірім нені көрсететін боламыз. Событияларды өзгертетін боламыз, ойыншылардың бәрін қарап. Маған енді ЛВ мен ПВ позициясындағы ойыншыларды қараған едім. Бұл жерде өте жақсы ойыншылар бар. Енді бұл ойыншылардың ішінде сіздерге көрсетейін. Ең арзандау көзге басқан, сіздерден сұрап кетейін деп жатқаным ғой. Кімді алғаным дұрыс деп келесі видеода комментария толтырып жазып жіберіңіздер ойларыңызды. Мына жерде Виллиан бар, қалай ойлайсыздар? Виллиан или Педро ЛВ позициясында. Сон кейін менде жақсы, мына жерде Неймар, мынадан кейін төменгілер. Өзімді ойымда сонда жақсы деп ойлап тұрмын. Неймар или Гвичаны алған дұрыс. Или Мессиді алайын ба достар? Төменге жазып кетіңіздер, сіздердің қолдауларыңыз керек. Және Роналдиньо сияқты ойыншылар бар. Өте барнестеріміз бар, мысалы қарап отырсаңыздар, Гарначо, Лео. Осы ойыншылардың кім өте жақсы ойнайды деп ойлайсыздар? Мына жерде ең қолайлылары бар екен, бірақ бұларға түспей-ақ қояйық деген сияқты ғой. Ал төменге жазып жіберіңіздер достар, сіздерден қолдау күтемін. Қайсысын алған дұрыс? Нормально жер. Или событияны күтемін ба? Бүгін жаңа события шығады, өте керемет. Сол событияны айтты. Енді ол жерде кумирлер екен көбінесе, бірақ ондай алып батқан не емес. Титан трофей шыққан сияқты, да? Мына жерде шықты события. Осы события кішігірім қарап жіберейік. Не өзгерген? Мына жерде квести бар екен. Недели бұл ойыншы. Далглич өте керемет. Далглич, Донафан, Тудик дейді, Роберто Карлос дейтін ойыншылар бар екен. Қараңыздар, ойбой, Клозин жастық кезіндегі ойыншылар өте керемет. Мына жерде ең үлкені Зидан, Форлан, Бланк, Роберто Карлос, Лам, Клози сияқты нелер бар екен. Бесплатно дейді, ашып көрейік. Мына жерде көрейік. Бірден пактан ойыншы, испаниялық Элзе Валенсияның ойыншысы. Кім екен? Гая шықты бірден. Гая. Мына жерде енді пактар бар, 1250 сияқтылар бар екен. Погбалар шығуы мүмкін екен. Бесплатно тоже бар екен. Мына жерде ашып көрейік. Жоқ, ешқандай ойыншы жоқ. Мына жерде де магазиндерді көреміз. Магазиндерді 1250-ден ашып көрген дұрыс ау. Бесплатно тоже тұр. Мына жерде ашып көрейік. Кім береді екен? Жоқ, усиление навыковтар көп. Усиление навыковтар. Мына жақта да бесплатно бір ашып көрейік. Может быть, ойыншы шықпалар. Жоқ, ешқандай ойыншы жоқ. Титан. Мына жерде ашып көрейін, не болса да. 1250-ден жақсы ойыншылар шығып қалар. Криштиану Роналду мүмкіндік болса. Ал көрейік. Германиялық Цопшник Фрайбургтікі. Кім ол? Ингистин дейтін ойыншы жоқты. Тағы бір көрейік. Не может быть ойыншы ұстамасқа. Чехиялық қақпашы Правишников алма, Кофенхайм дейді. Жизон Қадырбек дейді. Қадырбек деген сияқты. Жоқ, мына жерде ойыншы жоқ. Ешқандай ойыншы жоқ. Ашып қарайтын тоже. Бер волкаутыңнан. Бер FIFA. Ағылшындық ойыншы, шабуылшы, Ливерпульдікі. Нунес?
ой бар нәрсе екен. 106 соңғы пак. Өзі соңғысы қалған екен. Бұл жерде де волкаут қандай? Португалиялық ЛВЗ Герреро жоқ? Нуну Тавер жоқ. Я Нуну Мендеш екен ғой. Нуну Мендешті бере салыпты. Бұл ойыншы тегін берген еді. Мына жерде Вертас, Роналдо сияқтылар шығып баған соң қиындау еді. Мұнда алып батқан событиялар жоқ. Керім бір асып түлейтіндей событиялар емес. Өте жақсы болады әзірге алуға деген сияқты. Басқа не істеп жатырсыздар достар? Осы ойыншылардың бәрін ашып тастайын. 112 көрейікші. Кім береді екенсің? Ой, көрсейін. Мбаппені берді. Және бұл жерде Парк Джи Сунг беріп жатыр. Парк Джи Сунг 112 герой. Кореялық ойыншы. ЛП Манчестер Юнайтедтің легендасы Парк Джи Сунг дейтін ойыншыны берді. Өте жақсы. Енді біреу қалды, тағы біреуін ашып жіберсек болды. Сонымен 114+ алатын боламыз. Осылай достар, кішігірім видео түсіріп жатырмын. Қолдап жіберіңіздер. Лайк достар. Аямай лайк басып жіберіңіздер болғаны. Мына жерде усиление навыктарды көтерейік. Скоростады 2 миллион тоже. Мына жерде Орезабал бар екен менде достар. Орезабал бар. Орезабалдарды қойыш. Ақыр соңында ойыншылар керек бізге бұл ойыншыларды. Габриэл Мартинеллидің орнына қоямыз. Бұл жерде ойыншы жоқ. Орезабалды қойайық. Габриэл Мартинеллидің несін береміз? Кімге? Орезабалға берейік. Рейтинг береді бір шама. 100 неше болады екен? 114 болыпты. 114. Мына жерде ловко старт жоқ, көтермей қойып диабет. Модричті де ауыстыру мүмкін ЦП позициясында. Яя Турені қалады әзірше. Сократис бар екен менде. Сократисті ойыншы. Сократис бар менде. Неге оймасқа Сократисті қойып. Лука Модрич. Игрок. Лука Модрич майда. Модрич сезон еді ғой бізде. Бұл жерде Сократиске береміз. Сократис 400. Бұл қателеспесем 115 болады екен. 131 әлі. 131. Опека кім бар? Мейді қалай өреді әзірше. Бұл да қалай өрсін. Рефлекс. Куртуаны ауыстыру керек бізге. Осылай достар, кішігірім өзгерттім. 2 ойыншы қойдық. Енді правый защитник керек өзгертетін. Ал достар, видео ұнаса канал жазылып лайк басып отырыңыздар. Лайк. Ал достар, келесі сескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет.